Саламатсыздар ма? Кітапхана қызметкерлері және оқырмандары. Бүгін мен осы өзімнің істеген кітапханама келіп сұхбат бергім келіп отыр. Мен 1986 жылы оқуды бітірген бойда осы облыстық кітапхананың методика бөліміне жұмысқа маған қызметке жіберген управление культуры. Сол келгеннен мен осы методика кітапханасының, осы облыстық кітапхананың методика бөлімінде 11 жыл істедім. Біздің уақытымызда істегенде біздер район кітапханаларын аралайтын болдық. Ол уақытта біздер жұмыс істегенде командировкаға 10 күнге шығатын едік. Селолық кітапханалардың сол уақытта басталып істеген дислокациясымен жүрдік. Ол дислокация әрбір ауылдардың халқының қанша екенін санап, сол жерге кітапхана ашатын болдық. Сонымен қатар сол жұмыстармен жүрдік. Біздерді автоклубпенен сол районның бірнеше кітапханаларын аралататын еді. Сонымен қатар біздер содан кейін жаңа жіктеу таблицасын өткіздік. Ол да өзгертілді 75 жылы. Онымен де селолық кітапханалар, районный кітапханаларға семинар ашып, соларға түсіндіріп, айтып, көмектесеміз жаңа кітаптарды жіктеуге. Содан кейін біздің облыстық кітапханада жылына 2 рет жаңаға селолық кітапханаларға курс болатын. Ол курс 1 айға дейін жүретін. Және де тағы да жас кітапханашылар дайындайтын курстар болатын. Оларға да біздер методикалық көмек беріп, методистердің қызметіне жалғастырылатын. Сонымен қатар біздерде кітапханамызда көпшілік жұмыстар көп болады. Ол уақытта біздер таңертеңгі сағат 10-нан бастап кешкі 9-ға дейін істейді оқу залы. Ал кітап беретін бөлімдер сағат 7-ге дейін істейтін. Біздерге студенттердің көбісі келетіні мына мединститут, дәрігер институты, ол уақытта біздің қасымыз кітапхананың қасында болды. Сосын культпросвет училище мен бітірген, бәрімізде осы кітапханадан дәріс алып, әр уақытта да дайындалып, осы кітапханадан шықпайтын едік. Ол уақытта біздерде мынандай компьютер деген ондайлар, телефондар жоқ. Біздің тек оқитынымыз осы кітапхананың кітабы еді. Кітапхана айтады ғой, кітап білімнің бұлағы деп. Міне біз кітапты осындай немен естіп. Маған өзіме осы кітапхана жұмысы өте ұнады. Мен осылай істеп жүргенде артынан тұрмыс жағдайымен мен жаңа жасөспірім кітапханасын ашқан уақытта, сонда бірінші ашқан уақытында сол кітапханада істедім. 10 жыл кітап жинағында сол заведующий болып істеп басқардым. Содан кейін өзімнің 90 жылы келіп өзімнің кітапханама, облыстық кітапханама қайтып келіп, кітап қорын сақтау бөлімінде істедім. Сол кітап қорын сақтау бөлімін осы зейнеткерге шыққанша істеп жүрдім. Біздің кітапханада барлық оқушылар оқиды. Мен айта өтейін, көп ақын біздің жергілікті жазушыларымыздың кітаптарын презентация жасайтын едік. Мысалыға Мұхтар Құрманәлиннің кітабы, Амантай Өтегенов ақын, осы ақындарменен Ертай Ашықбаев, тағы да басқа көптеген жергілікті ақындардың кітаптарын жариялап, олардың шыққан жаңа кітаптарына презентация жасап отырдық. Сонымен қатар тарих бөлімінен өткізген Махмуд Калиев болды. Ол осы кітапханадан докторский ғылыми тарихының докторы болып атқарды. Осы біздің кітапхананың кітабы мен деп айтуға болады.
осы ғалымдардың әр уақытта келіп бізден кітап алатын жер болды. Енді қазірде соңғы уақытта да біздерді кітапханада жүргенімізде Алматыға оқуға жіберетін еді, білімімізді жоғарылатуға. Сонымен қатар сондай семинар нелердің бәріне де мен қатысып, осылай жұмыс істеп жүрдім. Мен өзіміздің кітапхананың бірталай жерге көшіп қонып жүрдік. Біздің отыратын орнымыз жаңа бұрынғы Березка магазиніне қарсы еді. Ол енді қазір мәдениет методикасына жіберді, творчествосына. Дертті біздерді жаңағы қазіргі облыстық судтың ғимаратына көшіп бардық. Онда да бір істегеніміз 5-6 жыл болды, бізді одан тағы да көшіріп жіберді. Көпке дейін біздер осылай көшіп қонып жүрдік. Біздің кітапхананың қызметкерлерінің істеген жұмыстары деген өте ауыр болса да арасында айтады ғой, кітапханада қандай жұмыс деп. Жоқ, олай емес. Біздің жұмысымыз өте жақсы, қызықты. Барлық білім саласындағы кітаптарын менен біздер оқимыз, қатынасамыз, білеміз. Барлық медицина болсын, техника болсын, искусство болсын, көркем әдебиет болсын, бәрінде де біздер хабарымыз бар. Оқушыларға бәрінде де сұраған кітаптарын тауып береміз. Біздерге көбіне пединституттың студенттері келеді. Біздің сол 2000 жылдары біздің осы экономика, сосын юридический көп студенттер түсті оқуға. Сол мезгілде сол қарқын болды. Сол уақытта кітаптар деген 90 жылдары аз, сол кризистің уақыты болды. Сол шамалы кітабымыз болса да, әйтеуір студенттерге жеткізіп, оларды ксеркске салып, беттерін беріп, солай көмегімізді көрсеттік студенттерге. Біз кітаптар олар алып дүкеннен ала алмады. Ол уақытта кітаптар аз шықты. Соның өзінде бізге де аз келетін болды центрден. Соның өзінде біздер оқушыларды қанағаттандырдық кітабымызбенен. Біздер шынын айтқанда сол 90 жылы енді сол уақытта қиын болды, барлық мекемелер жабылды, бәрі. Соның өзінде біздің кітапхана жабылған жоқ, біздің жұмысымыз жүріп жатты. Өзіміздің күнімізді сол кітапхананың күнімен отбасымызды асырап деген сияқты жүрдік. Ал көбісі бері жаңа базар аралап солай кетіп қалып жүрді. Мен өте қуаныштымын осы кітапханада осылай істеп, қызмет істегеніме. Осы жерден мен пенсия зейнетақысын алып жүрмін. Коллективтерді мен өзімнің ұмытпаймын, олар мені ұмытпайды. Келіп тұрамын, күнде телехабарда, телевидениеден бәрінен мен кітапхананың жұмыстарын қараймын, қалай істеп жатқанын тыңдаймын, көремін. Бұлардың да сондай жұмыс істеген нелеріне келіп тұрамын. Тағы сұрақ болсын. Жастарға айтатыным, әр уақытта да қазір әрине компьютерда бар, бәрі бар, бірақ сонда да кітапхананың несі өте зор қызметі. Кітапханадан барлық нені керек затты таба аласыз. Компьютерден іздегенмен кітаптан алған мәліметтердің барлығы деген сондай тұрақтылық білім болып келеді. Жастарға айтатын, кітапты оқыңдар, компьютерге көп кете бергесін. Мына кітапты көп оқысаң, өздерің оқысаңдар, кітапта барлық тәрбие жөнінде қалай өмір сүру керек екенін, қалай өмір сүрген адамдар бұрынғы уақытта қандай қызмет істегендердің білімдері қалай болған, бәрін осы кітаптан біліп отырасыңдар. Семья тәрбиесінде, оқығанда да, білімде алғанда да бәрі осы кітапта болады. Оқушыларға мен сіздерден кітапты оқуларыңызды сұраймын. Әр уақытта кітапты қолдарыңнан тастамаңдар.
неде болған менде кітаптың зор қызметі. Қарттар күнімен құттықтап жүрсіз. Сонымен қатар біздер бұрын енді мен айтып отырмын ғой, 70-ші жылы 80-ші жылдары істедік, міне 90-да істедім, мен 2000-да істедім жұмысты. Бір ертеректе жаңағы мәдениет күні деген болған жоқ. Бір мезгілде біздерге мәдениет күнін ашты, содан кейін кітапханашылар күнін ашты. Мен қуаныштымын біздің кітапхананы осылай қадірлеп, осылай бізге кітапхана күнін бергеніне мен өте қуаныштымын. Алдында естіп отырамыз жаңағы ауыл шаруашылық күні, дәрігерлік күн дегенде бізді болмағанда ойлап отырдық, қашан бізге кітапхана күнін берер екен деп. Сонымен қатар мен өзімнің кітапханашыларымды, зейнетте жүрген кітапханашылардың бәрін осы күнімен құттықтаймын, қарттар күнімен құттықтаймын. Оларға денсаулық тілеймін, отбасына амандық, жүздерінен әруақытта шаттық күлкі кетпесін деймін. Кітапхана қызметкерлеріне айтатыным, сіздерге денсаулық, әруақытта оқырмандарың көп болсын, сұраныстар көп болсын, жұмыстарың өздеріңе қызықты болсын деймін.